Достар, мына жер таза, тозақ, минимальный безопасностьді строгий режим қылып тастаған, особый режим сияқты, особистер жатқан сияқты. Экс-начальник колонии задержан осы Алматы қаласында. Есімі полковник Акимбаев Бекзат Балтабаев деді. Не себепті ұсталғаны, коррупционкамен ұсталған и қандай іс-әрекеттер жасалатын дәл осы жерде колонияда жатқан азаматтан сұраймыз. Арыз шағым жазған себебім осында қалаға шығу, выход городқа, мысалы аптасына бір рет. Бірақ мына жерде режим бойынша іште отырғың келмейді, өйткені сотрудниктер барлығы өздері контовать етеді. Содан кейін қиналғаннан ақша бересің. 15 мың теңге, 20 мың теңге бір күн увольнениеға шығу, азаннан кешке шейін. Азаннан кешке шейін шығу, увольнение 15 мың, 10 мың, 20 мың. Бастығына бересің. Болмаса осы жердегі режимниктер және оперлар в основном шешетін. Доказательством бар. Бір сұрақ қоя кетейін. Осы бір жыл уақыт жатқан кезге дейін сіздің қанша ақшаңыз кетті общий? 2 миллиондай ақшам кетті. Іште қаншама адам жатады? 460 адам жатады іште. 460 адам, бір адам 1 миллион теңге кеткен, бір жылдың ішінде 460 адам есептейтін болсаң, 10 адамың 20 миллион, 100 адамың 200 миллион, 460 адамың жоқ дегенде 1 миллиард жылына шығады, мына жерден оборот жасайды 1 миллиард. Бұл жерде кімдер жатады? ДТП, смертельный исход жасап қойып, случайно жасап қойып, не адамға телесін средний болмаса чашка вред алған адамдар дәл осы минимальный безопасность жатады. Тағы басқа қандай алып қосарларыңыз бар? И қалай сіз арыздануға келдіңіз? Бәрі қалай басталды? Осыдан 3 ай бұрын осы Әділетхан заңгерге хабарласып, Инстаграмнан көріп келген болатын. Бірақ Әділет маған сразу айтты, ұлттық қауіпсіздік комитетіне арыз жаз деп. Өйткені басқа да службалар, УСБ, например, олар қарамайды бұл деланы деп айтты. Енді біз действительно бізге келді азамат. Біз өзіміздің консультация заңгерлік кеңесімізді берді. Ұлттық қауіпсіздік комитетіне арызын жазып, сопровождениесін, жұмысын барлығын жасадық. Қолдан келгенше көмегіміз бердік. ДТП-дан никто не застрахован. Кез келген адам ДТП жасап қойып, кісі қайтыс болса, телесін повреждение бір нәрсе алатын болса, виновник ДТП дәл осы учреждениеде жатады. Қызы бар, әйелі бар, жаңағы ДТП-дан кейін, смертельный исход екінші тарап болғаннан кейін, ол жерде железно осы виновник ДТП телесін повреждение алады, аяғы жоқ болады, инвалид болады, басы жарылады. И дәл сондай адамдарға обращение қандай, и емделу, ем шараларға шығару үшін жаңа бастығы қандай, қанша сумма ақша алады? Ем шараға шығу, больница дейді ғой, больницаға шығу 200 мың теңге. Шығу үшін қырта? Больницаға жату, бастықтың рұқсатымен 200 мың теңге. Больницаға жату, ауырған адамдар? Иә. Ауырған адамдар больницаға жату үшін 200 мың теңге береді да, денсаулығын қарайды инвалид адамдар. Достар, бір Алла өзі сақтасын, дәл мына учреждение түсіп қалуға. Күнін қарайтын болса, бір Алла сақтасын. Дәл сондай күнді любой адам кешу мүмкін. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Алматы қаласы 5-ші басқарманың қызметкерлеріне үлкен алғысымыз айтамыз. Рахмет жігіттер, дәл осындай жаңағы оборотень в погонах дейді ғой, дәл сондай адамдарды қамаққа алып и соларды ұстағанына. Алып қосарыңыз бар ма? Бар. Режимнигі бар, опері бар, барлығын доказательствосы бар. Магазинге барады, тамақ, өздеріне керек жарақты темекі барлығын алады, бірақ ақшасын біз төлейміз. Жоқ, төлемейді. Гүл алдыртады. Барлық менде доказательстволарым бар. Мен просто жаным қиналды. Мен мына жерде срогым бітті. Бірақ мына жақта қаншама адам бар, 460 адам бар. Просто олар осындай неге түспесінші деп тек сондай ойда ғана жасадым осының барлығын. Бірақ өзім видео доказательстволарым бар. Ішкі істер министрлігі Саденов Ержан мырза, енді барлығы сіздің подчинениеңізде, жаңа КУИС бар, ДУИС бар, барлығы при МВД. Осы жағдайды қолға алсаңыздар деп сұраймыз, жасаймыз. Сау саламат болыңыздар, видеомен бөлісе кетіңіздер. Білгендеріңізде абзал, Құдай сақтасын, ДТП-дан ешкім не застрахован. Бірақ дәл мынандай күй кешетін болсаңыздар, адам басынан салмасын, өте қиын адамға.